Сәлеметсіздер ма? 783 есебімізді шығарамыз. Бірінші есебімізде 7x азайту 3 қосу 2x тең x қосу 9. Енді 7x азайту 3, мынаны жақшаны ашқан кезде минус болады. 2x тең x қосу 9. 7x азайту 2x азайту x тең 9 қосу 3. Мұнда 5x, мұнда 4x тең 12. X тең болады. 2 жағын 4-ке бөліп береміз. Яғни 3. Мына бірінші есебіміз. Екінші есебімізде 13 азайту 2x азайту 5 тең x азайту 3. 13 азайту 2x қосу 5 тең x азайту 3. Минус 2x азайту x тең минус 3 минус 13 минус 5 болады. Енді мұнда минус 3x болады тең минус 21. Минус 3-ке бөліп берсек, x тең 7 болады. Бұл бізде екінші есебіміз. Үшінші есебімізде 3x азайту 10 азайту 9x тең 22x. 3x азайту 10 қосу 9x тең 22x. X'терді бір жаққа шығарып 3x қосу 9x азайту 22x тең 10 болады. 12x аламыз 22-ні минус 10x тең 10 болады. Минус 10-ға бөліп берсек, x тең минус 1. Бұл бізде үшінші есебіміз. Төртінші есебімізде 26 азайту 17 азайту 2x тең 5x. 26 азайтамыз 17-ге. Мына жерде қосу болады. 2x тең 5x. Енді x-терді бір жаққа жазайық. 2x азайту 5x тең 17 азайту 26. Мына жерде минус 3x, мына жақта минус 9 болады. Енді минус 3-ке бөліп берсек, x тең 3 болады. Яғни бұл бізде төртінші есебіміз.